Тамақтанудың бұзылысы және анемия. Анасынан тамақтану бұзылысының бар жоқтығын сұраймыз. Баланың тері жамылғысы, алақандағы бозару бар ма жоқ па соны қараймыз. Және де оның сатыларын анықтаймыз. Яғни өте қатты айқын ба немесе сәл-пәл ғана ма, орташа ма, әлсіз ба деген сияқты алақанның бозаруын осы дәреже бойынша анықтауымыз қажет. Келесі, екі аяғында да ісіну бар ма жоқ па соны қараймыз. Жасына байланысты салмағы сәйкес келе ме. Егер айқын зарығу, азу болатын болса, және де алақандардың бозаруы айқын болатын болса, аяқтың ісінуі болатын болса, екі аяқтың да ісінуі болатын болса, тамақтанудың ауыр бұзылысы немесе ауыр анемия диагнозын қоямыз. Жедел түрде стационарға жібереміз, А витаминін тағайындаймыз. Егер алақанның бозаруы, алақанның боз болып тұруы аз мөлшерде, орташа мөлшерде болатын болса, салмағы жасына сай болмайтын болса, төменірек болатын болса, төмен салмақ немесе анемия диагнозын қоямыз. Анасын тамақтандыру және де бала күтімі бойынша ақыл кеңес береміз. 5 күннен кейін келіп қаралу қажет. Егерде бағанағы бозарулар болатын болса, темір препараттарын береміз. Анасына қай кезде дереу келу керектігін түсіндіреміз. 14 күннен кейін келіп қайта тексеріліп кетуі қажет. Егер алақанда бозару болатын болса да 14 күннен кейін келіп көрінеді. Салмағы төмен болатын болса да жасына байланысты 14 күннен кейін келіп көрінуі қажет. Келесі, ешқандай төмен салмақ жоқ және де тамақтанудың бұзылысы жоқ немесе анемиясы жоқ болатын болса, төмен салмақ жоқ, анемия жоқ деп диагноз қоямыз. Анасын 2 жасқа дейінгі бала болатын болса, тамақтану және де күтім бойынша дұрыс ақыл кеңес береміз. 5 күннен кейін келіп тексерілу қажет. Егер де анасы тамақтандырумен мәселелер болып жатса, 5 күннен кейін келіп көріну қажет. Анасына дереу қай кезде келу керектігін түсіндіретін боламыз.